Мы сейчас с Токио, мы даже обогнали Токио. Ну, это же не я, это же... Цифрландыру саласынан Жапониядан алдамыз. Алдамыз? Иә, алдамыз. Токиодан қарағанда әлдеқайда жақсы. Қалай? Қазақ тілін кім үйретті оған? Кванттық компьютер келеді. Кванттық компьютер келген кезде жасанды интеллект, қазір сіз білетін жасанды интеллект басқа сөзбен айтқан кезде калькулятор сияқты болып қалады. Сезім жоқ дейміз. Бірақ әзілдескен кезде түбін түсіреді. Кішкене бәрі тынышталғаннан кейін жұрттар жасанды интеллекттен жүрегі айнып бастайды. Неге біздің ғылымға бизнес сенбейді? Біздің заманның адамы алдағы уақытта 5-10 жылда неге дайын болу керек? Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермен, эфирде баптаймыз. Бүгінгі біздің қонағымыз Жапонияда білім алған, Жапонияны былайша айтқан кезде біз бағындырған деген сөз жақсы көреміз ғой. Жапонияда робот жасаған, дүниеге робот алып келген Азамат Ешмұхамбетов, Назарбаев университетінің постдокторанты. Қымбатты достар, сұхбатымызды бастамас бұрын сіздерден бір өтініп сұрайтынымыз, YouTube-тың алгоритмі бойынша біздің парақшамызға жазылсаңыздар, комментарий білдіріңіздер. Енді жақсы сұхбаттардың жалғасқанын және де таралған қалаймыз ғой барлығымызды әлбетте. Сондықтан қолдау білдірсеңіздер. Азамат мырза, студиямызға қош келдіңіз. Кеше. Алдымен көрерменге бір түсінікті болу үшін өзіңіздің жұмысыңыз жайыңызда, бастамаларыңыз жайында, қазіргі істеп жатқан істеріңіз жайында айтып берсеңіз. Тек қана робототехникада енді жасанды интеллект жақсы қолданылады ғой, кеңінен қолданылады. Осы жайында айтып берсеңіз, енді өзіңіз білесіз, бізде өткен аптадан бері елімізде жасанды интеллектке қатысты ірі шаралар өтті. Әлемдік алпауыт компанияның өкілдері келді, мысалға, Біріккен Араб Әмірлігінен, мына Телеграмның директорының өзінің келуі де бір, және ол жай келмей бізде зертхана ашамын деп кетті. Осы жайында бір ой пікірлеріңізді білдірсеңіз. Қазіргі кезде Қазақстанда жасанды интеллектке үлкен көңіл бөліп отыр ғой. Өте дұрыс. Ол ең бастысы. Маған қатты ұнағаны осы Digital Bridge, сол соған қасы Хопкрофт профессор. Одан кейін Питер Нарвик, сондай үлкен алпауыттар, енді жасанды интеллектінің енді пионерлері дейді ғой. Сол кісілердің келгені өте дұрыс. Ондай адамдарды алып кеп, тіпті Телеграмның негізін қалаған Павел Дуровтың да өзі келді. Бұл өте дұрыс. Ол енді жан-жаққа компетенцияны осындай Қазақстан сияқты өзі цифровизацияға қатты үлкен қарқынмен келатқан елдердің бірі. Сондықтан да осындай жасаған іс өте дұрыс, жақсы бастама. Енді менің өз жасайтын затым, ол қазіргі кезде біз робот жасаймыз. Роботты жасап, және робототехника саласында математика дәуірі, енді қазір математиктер мен жақты өрмейші, енді математика дәуірін кішкене аяқталып келе жатыр да. Енді жасанды интеллектке қарап отыр. Ол өмірдің заңы. Оған енді келдік. Жасанды интеллектте сол есептеу ғой? Есептеу, жасанды интеллект. Осыдан 2000 жылға дейін, қазіргі біздің ғалымдардың қазір айтады, математика дейді ғой, математикалық формулировка, математикалық есептеу жеткілікті болған. Математика жасанды интеллекттен қарағанда ол жақсы шығаратын, жұмысты жақсы қаратын. Қазір 2000 жылдан бастап өмір сызықты емес деп айтамыз біз. Кішкене күрделі үрдістердің бәріне процесс дейді ғой. Сол процесс күрделі болып басталғаннан кейін, енді математиканың ары қаратай осы жүйені алып жүру ауыр математикаға. Сондықтан да математика емес, енді жасанды интеллект жасау керек. Қазір енді сұхбат барысында мен сізге кейбір заттарды түсіндірем. Жан-жақта өте қысқа да нұсқа. Енді қазіргі кезде біз робототехникада математиканың шамасы жетпей жатқан жерлерде біз жасанды интеллект қолданатынбыз. Жиіге. Жиі. Егер де сіз қарайтын болсаңыз, қазір роботтар жоқ, адам сияқты жүреді, ит роботтар жүреді. Енді мысалы төрт аяқтап ит сияқты жүреді. Енді тепсең құламайды, көрдіңіз. Математиканың көп жерлерде оның мүмкіндігі ондай шектеулі. Сондықтан да жасанды интеллекттің арқасында қана сол мүмкін болды. Сондықтан да қазіргі кезде болашақта енді біз келе жатырмыз. Енді нейрондық жүйелер қазіргі кезде ең қатты тежеп тұрған зат, ол жасанды интеллектіні GPU дейді ғой. Соны есептейтін енді компьютер дейді ғой қазіргі кезде. Қазіргі кезде компьютердің
бүкіл жүйесін андай есептегіш мүмкіндігін біз толығымен қысып жатырмыз. Енді келесі этап жасанды интеллект даму үшін оған есептей алатын мүмкіндігі болу керек те. Сондықтан кванттық компьютер келеді. Кванттық компьютер келген кезде жасанды интеллект, қазір сіз білетін жасанды интеллект басқа сөзбен айтқан кезде калькулятор сияқты болып қалады ғой. Ол жаңағы біздегі суперкомпьютерден бөлек па ол кванттық компьютер? Суперкомпьютер қазіргі кванттық компьютер ол суперкомпьютерден қарағанда енді былай есептесең кезде 100 есе мықты. Жоқ, қазір бар ма жаһанда жасанды кванттық компьютер? Кванттық компьютер Қазір қателеспесем ақш ғалымдар соны жасап жатыр. Бар, жасап жатыр, бірақ әлі енгізген жоқ. Ол біріншіден ауыр технология, екіншіден бұл технология сіз оны жасағанымен оның кванттық компьютердің өзі ғана емес, оны суыту технологиясы қиын. Сондықтан да соны қазір шешіп жатыр. Егер де ол үлкен жаһандық неге ауысатын болса, онда қазіргі сіз білетін жасанды интеллект ол ойыншық болып болады. Шынын айту керек, мысалға биолог ғалымдар адамзат тым болмаса 10 жыл, 15 жыл өзінің денсаулығын күте тұрса, жаңағы табиғи ажалдан бөлек енді басқа да себептерсіз дүниеден өтпеуге асықпаса деп ұсыныс айтып жатыр. Өйткені адамның қартаюын шектейтін қазір үлкен технология даярлану үстінде. Ал оны тез дүниеге өміршең қылатын айналып келген кезде тағы да сол жасанды интеллект. Естіген шығарсыз сол жайында. Естідім. Мен бұны сұрайын дегенім, бізде жасанды интеллект деген кезде адамдардың көбісі бұрынғы Google'дан жылдамырақ ғаламтордағы іздегіш жүйелерінен тезірек деген сияқты ғана емес, ол жерден тапсырма берумен ғана шектеліп келе жатқан жасанды емес. Ал дәл қазіргі ситуацияда жасанды интеллектінің қауқары қандай? Осы жайында айтып беріңізші. Қай салаларда қатты дамып келе жатыр? Жасанды интеллектінің қазіргі былай айтатын болсаңыз, қауқары енді басқа сөзбен айтқан кезде әлі де қарапайым. Енді мен сізге мысалмен түсіндірейін. Қазіргі кезде ең көп қолданатын жасанды интеллекті, әрине көп қолданатын себебі ол андай ақпараттарды жинақтап сұрыптау өте жақсы, керемет. Банктік жүйеде, биометрияны анықтауда, немесе кибер безопасность дейді ғой, кибер қауіпсіздікте, ол жерлерде жасанды интеллект шын. Ол жерде өзінің функциясын орындап жатыр. Енді басқа сөзбен айтқан кезде, енді ол жерде математикалық алгоритмдерді жасай алады, бірақ жасанды интеллект одан қарағанда сұрыптау немесе жіктеу бойынша өте жақсы. Ал енді мынандай жүйелер болады, медицина саласы. Медицина саласында немесе денсаулық сақтау сол салаларда енді қараңыз, рак дейді, ракты енді ісіктерді табу саласында, қатерлі ісік. Қатерлі ісіктерді соны табу саласында енді томографияны шығарады ғой, томографияны шығарады. Сол кезде шығарған кезде жасанды интеллект қалай жұмыс істейді? Сіз бүйтіп шығарасыз, оған мықты дәрігер ананы бүйтіп белгілеу керек те, белгілеп, мынау ісік. Мынау ісік егер де кішкентай көретін болса, кішкентай кезін көретін болса, мынау ісіктің бірінші ең бастауы. Мынау міне ісік деп. Сондай заттарды, сондай мысалдармен ол жасанды интеллектіге мыңдаған мысал салып беру керек. Көрдіңіз бе? Мыңдаған, жүздеген көбірек салса. Қателестің өзінің жүздеген түрі бар. Қателестің өзінің жүздеген түрі бар, көрдіңіз бе? Енді қара, ол алады да салып береді. Жасанды интеллект, мысалы нейрондық жүйе оны енді сіз енді адамды оқытасыз ғой, кадрларды дайындаған кезде тура сол даярлайсыз ғой, дұрыс па? Бірақ анау кадр даярлағанда кадр оны біреуін есте сақтаса, екіншісін сақтамауы мүмкін. Ал жасанды интеллект бәрін есте сақтайды да. Соны жіктеп оқып, ананы көрген кезде соны айтып береді. Енді мәселе қандай? Мәселе ана үйреткен адам жеткілікті дәрежеде компетенциясы жете ме соғаншы? Көрдіңіз бе? Ол бір адамның компетенциясы. Үйретушінің дейсіз. Енді содан кейін бұл енді жасанды интеллектің міне осы жерде шектеу бар. Шектеу енді жасанды интеллект емес, ол біздің интеллект. Көрдіңіз бе? Қаншалықты біз дұрыс ақпарат беріп, оны дайындай аламыз. Қаншалықты біздің компетенция жетеді. Көрдіңіз бе? Қытайда осыдан 5-6 жыл бұрын осындай нейрондық жүйе дайындау саласында олар мыңдаған мықты деген дәрігерлерді шақырып, оларға бүйтіп тапсырма берген. Солар отырып, 2-3 күн бойы конференция сияқты келеді, соның бәрін жіктейді, көріңізші. Ең соңында оларда нейрондық жүйе 1000 адамның компетенциясында негізделген. Ал бізде
бір-екі адам ғана компетенциясына негізделген, көрдіңіз бе? Ана сол адамға енді қараңыз, енді шектеу. Ана 1000 адамға негізделген нейрондық жүйе мына жақта. Ал мына жерде 2 адамға, көрдіңіз бе? Осы жерде мысалы шектеу бар. Бұл енді нейрондық жүйе ең соңында ол қаншалықты біз оны үйретеміз, көрдіңіз бе? Осы Азеке үйрету деген түсіндіріп беріңізші, мысалға қарапайым қолданушы. Қарапайым Сәкен деген қолданушы. Иә. Ол қалай үйретеді? Мысалы өзінің жасанды интеллекттің қосымшасы бар мына жерде, ұялы телефонға орнатылған ChatGPT бар. Біз оны үйрете аламыз ба? Жоқ, оны әлде оны қазір үйретіп жатыр, кімдер үйретіп жатыр? Иә. Өте дұрыс сұрақ. Ылғи айтамыз, үйрету керек, анау дейді. Мысалы қазір қазақ тілі қатысты сұрақтардың меніңше толығымен шешілген сияқты, өйткені тілдік барьер жоқ, кедергі жоқ. ChatGPT-де. Ол сізге BBC болсын, CNN болсын, мысалға Washington Post болсын, кез келген ақпаратты алып шығып береді. Факт-чекинг жағынан журналистикада өте үлкен жетістікке жетіп отырмыз осы жасанды интеллекттің арқасында. Енді соны бірақ кім үйретіп жатыр деген сұрақ қызықты. Қазақ тілін кім үйретті оған? Қазақ тілін ана KZLM-ді көтеріп жатқан кезде ше, жасаған кезде 2018-ден бастап көтерілді. Енді оның алдында да басталды ғой. 2018-де Исай көтерілді. Исайдан сол негізделіп сол жасаған кезде сол біздің адамдар сол қазақ тілін грамматикасын барлығын адамдар деген сол бәке-сәке емес қой енді, олар кімдер олар? Сол біз сіздер. Иә, біз негізгі KZLM-ді ең басында осы зерттеу саласында енді мен Исай жағынан айтайын. Исай жағынан Исай дегеніміз? Исай деген ол жасанды ақылды жүйелер және жасанды интеллект институты. Institute of Smart Systems and AI деген. Ол Назарбаев университетінің негізінде қаланған институт. Сол институтта Варол Атакан деген профессор сол команданы жіктеп, енді жинақтап, сол жақта біздің негізгі жетекші мықты ғалымдар, оны Асхат Күздеуов деген жігіт, одан кейін Мадина деген кім, Абдрахимова, Айнұр Қарабай, одан кейін кім, Ерболат Хасанов деген балалар, сондай талантты біздің дарынды, өзіміздің дарынды мамандар сол саланы негізінде жіктеу саласында осы жүйені оқытты. Енді қараңыз, енді түсінікті ретінде былай түсіндірейін. Жасанды интеллектті оқытуды мысалы мынандай болады. Біз мысалы сварка дейді ғой, пісірістіру. Соның қаншалықты сапалы не сапасыз сағанын тексереміз. Аламыз, суретін аламыз да, сол кезде сварщик айтамыз, қандай дүние бересіз? Айтады, мынау сапалы. Мынау сапалы дейді, біз аламыз да, осыны алады, лейбл дейді ғой, астына жазамыз. Сапалы сурет осылай дейміз де, андай корзина болады, папка. Сапалы суреттер дегенде соға салып қоямыз. Көрдіңіз бе? Сөйтіп сондай сапалы суреттер біз 100 саламыз. Мынау сапасыз. Мына жақта бүйтіп жазып жатқан кезде бір рет тоқтап, одан кейін тағы да жүріп деп ше. Онда саламыз. Ондайлар тағы да бір корзина аламыз, оған тағы да 100 саламыз. Көрдіңіз бе? Мына жағы мынау тіптен сапасыз. Мынау бірінші жыл сынып қалады деп айтасыз. Көрдіңіз бе? Оны бір папканы ашасыз да, саласыз. Одан кейін енді бәрі осындай папкалар жинап алдыңыз ғой. Енді жасанды интеллектісіне, енді осыны алып сен оқы дейсің. Сіз аласыз да, сосын жүктеп бересіз. Жүктеп бересіз. Жүктегеннен кейін енді қараңыз мынандай. Ол 3 папкамен біз оны оқыттық. Енді оған жаңа зат келіп қалды. Не істейді ол? Ол айтады бізге, мынау енді 20%-бен мен аны білмеймін дейді. Көрдіңіз бе? Сонда. Енді мәселе неде? Мәселе мынандайда. Ақпаратта. Қазір кезде ақпарат өте көп, тақта көп. Бірақ таза, пайдалы ақпарат өте аз. Қазір кезде біз жасанды интеллектіні оқытып жатырмыз. Қаншалықты біз оны оқытамыз, міне тура осылай оқытылады. Көрдіңіз бе? И және қазір кезде KZLM, ChatGPT дейді ғой, KGPT деп жасап жатыр. Ол жерде біздің ол мамандар, Исай деген бағана институт, ол қаншата 10 шақты, 20 шақты сондай мамандарды, тіл мамандарын алып, соларға тексті кітапты ашып, соған қазақша оқыды оған. Қазақша оқып түсті. Ол тексті түсінді. Қалай жазылады, солай оқылатын түсінді. Көрдіңіз бе? Оны сөйтіп алып, сіз оны жіктеп оқисыз. Сол кезде ғана ол жүйе жүреді. Ол жасанды интеллект, ол жай ғана өзі барып
мынау осылай екен деп жасамайды ол уже. Оны оқытады. Сіз оны оқытасыз. Сондықтан да ол машиналық оқыту деп аталады. Машин learning. Мен сонда да түсінбедім. Шынымды айтсам. Яғни қарапайым адам оны оқыта алмайды. Жоқ, біз енді сол қарапайым адам бастады ғой, оқытып бастайды. Сіз мысалы қараңыз, мысалы ChatGPT-ға сіз жазасыз да өзіңіздің ақпаратыңызша. Анау жазады, мынау жазады көрсетемін. Кейіннен ChatGPT сіз енді жазып отқан кезде өзіңіздің чатыңыз бар ғой. Сол сұрақ қойған кезде ол алдындағы заттардың бәрін біледі ғой, көрдіңіз бе? Соны ақпаратты соны басқаша сөзбен айтқан кезде сіз оны тамақтандырдыңыз. Қоректендірдік. Иә, қоректендірдіңіз. И кейіннен ол сізге сол ақпарат шығарады, көрдіңіз бе? Ол да оқыту пайыз. Ол да оқыту процесс. Ол жасанды интеллект сол жүреді. Барған сайын оқиды да өзінше. Барған сайын сізді ол анализ етеді. Егер сіз ChatGPT-ға тұрып қазірше, енді мен сенімен осыншама уақыт сөйлесіп жүрмін, мысалы 1-2 жылшы, мен туралы не айта аласың деп жазып көріңізші. Ол сіз туралы былайынан шығарып береді. Сол кезде сіз түсінесіз қаншалықты оқытқаныңызды. Әзілдеседі. Сізге сіздің осы әзілдесуін мен түсінбедім. Бұл қалай ол әзілдеседі? Біз мысалы оның жаны жоқ дейміз, иә? Сезім жоқ дейміз. Бірақ әзілдескен кезде түбін түсіреді. Тура солай ол өлең айта алады. Тура солай ол өлең шығарылады, көрдіңіз бе? Өйткені әзілдердің базасын ол алып шықты ғой. Бүкіл әзілдерді алады да, мысалы. Сіз әзілді, ол тура солай. Әзілдердің базасын алып шығады да, сол әзілдерден осындай кезде бүйтіп әзіл айтуға болады деп ше. Тек алгоритм. Артында ешқандай не жоқ. Сиқыр жоқ. Ол тек қана алгоритм. Ол көрді, осындай әзілдер, енді басқа да оны переписка дейді ғой, чаттарды оқыды. Сол кезде осындай кезде өйстіп нетсем әзіл болуы мүмкін деп ше. Ол сөйтіп әзілдеседі. Жақсы. Біріккен ұлттар ұйымының электронды үкіметті дамыту рейтингінде Қазақстан 193 елдің ішінде 24-ші орында тұр екен. Байқаған шығарсыз, Жапонияда оқыдыңыз, цифрландыруға келген кезде интернеттің сапасы бойынша Токиомен теңбіз деп айтамыз ғой, тіпті алдындамыз деген сияқты. Ал цифрландыруға келген кезде Жапониямен теңбіз деп айта аламыз ба? Жоқ, цифрландыру саласынан Жапониядан алдамыз. Алдамыз? Иә, алдамыз. Қазір мен сізге түсіндіріп берейін. Теңбіз ба деп сұрап едім. Жоқ, біз алдамыз. Оған енді 100% мен жауап берем. Кезінде мынаяқта айтып еді ғой деп, көп адам енді хейт кетті ғой. Олай емес деп, бірақ барып тексерді, алда екенімізді анықтады ғой, айқындады. Вы же все спидтестом пользуетесь? Ну, если спидтест, международный рейтинг говорит, что Астана поднялась на 35 позиций, то есть мы 35 городов обогнали. Мы сейчас с Токио, мы даже обогнали Токио. Ну, это же не я этот рейтинг формировал. Интернеттің несі, жылдамдығы бойынша. Ол рас, өтірік айтуды керек емес, ол рас. Қазақстанда интернеттің сапасы Жапония Токиодан қарағанда әлдеқайда жақсы. Қалай? Ол ең бастысы мынандай, оларға ерте интернет келді ғой. Интернет келді. Ал Қазақстан интернетті кіргізеді деген кезде оптика шықты. Қазақстан бірден оптикаға кіргізді, көрдіңіз бе? Алар ескіде қалып қойды. Енді олар ескіден оптикаға ауысу үшін оларға ұзақ уақыт кетеді. Осылай түсіндіру керек. Иә. Цифрландырудан қалай біз алдамыз? Цифрландырудан енді қараңыз, Жапониямен, өйткені Жапония біріншіден консервативті ел. Дәстүрлі көзқарас. Дәстүрлі көзқарастар. Екіншіден бәрі құнды деген сияқты түсіндіріп. Иә. Екіншіден мынандай мәселе бар. Жапонияда қылмыстың 85% ол интеллектуалдық қылмыс. Андай кесіп кеткен емес, хакерлік, киберқауіпсіздік, сондай қылмыстар. Сондықтан да цифрландыру ол жерде өте қауіпті болғандықтан цифрландыру саласы ол тежелді көбінесе. Одан кейін мынандай мәселе бар. Мысалы, мен Азамат Ешмұхаметпін да. Мен сияқты енді былай базадан тексеретін болса, Қазақстанда Азамат Ешмұхаметов, Нұрлан ұлы деген, ол мүмкін бір адам немесе екі адам ғана шығуы мүмкін, көрдіңіз бе? Сіз сияқты адамдар бір екі адам шығуы мүмкін. Ал Жапонияда мынандай, міне Йоши Ямамото деп айтатын болсақ, мысалы, или Койчико Назава, сондай мысалы Ямамото деген фамилия, оларда енді онның бірі Ямамото болуы мүмкін, көрдіңіз бе? Сондай бірдей фамилиямен оларды мыңғыр адам шығуы мүмкін. Сіз қанша жасанды интеллектіні қолдансаңыз да, анаяқта қате. Мысалы, жасанды интеллектте ол дәлдік деген бар. Мысалы, 99 деп
дәлдігі 99 дейікші, 99 депші. Енді бір не қателік кететін болса, көрдім, анау кейбір адамға бөлінген пенсия басқа адамға кетуі мүмкін де, көрдіңіз бе? Ол жүйені оларда болған ондай жүйеші. Олар ең басында алып келді. Қазақстанда қаншалықты қиыншылықтар болды, бізде қаншама рет серверлер құлаған болатын. Соны Қазақстан ақырын жіктеп қазір ИГОВ бізде өте керемет. Өз орнында жұмыс жасайды. Егер де кез келген біз анықтама қағаздар сұрайтын болсақ, бәрін бірден аламыз. Ал Жапон елінде оның барлығын әлі де қағаз жүзінде іске асыру керек. Өйткені сол жүйе, мысалы, киберқауіпсіздік бойынша ол жауап бере алмайды. Бір сөзбен айтқан кезде цифрландыруды тежеп отырған киберқауіпсіздік. Иә, киберқауіпсіздікті. Оны енді бір ел, енді Қазақстанның маған қатты бір ұнайтын жері, жаңа инновацияға Қазақстан тез бет бұрып, соған ұмтылуға, Қазақстанда мысалы ең жақсы жер. Соған бет бұрып, соған ұмтылған жақсы көреді. Сондай елімізде. Енді басқа еліміз алсақ. Ұлтпыз. Енді бұны сұрап отырған себебім, жасанды интеллектіні енгізуге дайындығы бойынша дәл осы рейтингте Қазақстан 188 мемлекеттің ішінде 76-шы орында тұр екен. Бұл біз жасанды интеллектіні енгізуде, яғни күнделікті қолданыста, цифрландыруға қарағанда жиының қолданысы кенжелеп келе жатыр деген пікірмен келісесіз бе? Былай қарасаңыз, біз барынша мүмкіндік қолданып жасап жатырмыз. Әлем ай орталығын аштық. Тікелей жасанды интеллектпен. Бұрында енді жасыл болашақ деп экспоны өткіздік, соның орнында қазір жи орталығы, жи министрлігін құрып жатырмыз. Өте орынды сұрақ. Жасанды интеллект ол тікелей цифрландыруға байланысты. Енді логикалық егер тізбек қоятын болсаңыз, бірінші цифрландыру болды, саясаты өте дұрыс. Одан кейін екінші енді жасанды интеллект. Бірақ бізде жасанды интеллект көп жерде емес қой. Жасанды интеллект, мысалы, біз цифрландыру бар ғой. Цифрландыру бізде көп жерде емес. Соның ең бір несі, мысалы, ИГОВ, мысалы, ол өкіметтік, электрондық өкімет, сол салаларда бізде өте жақсы келе жатыр. Ал бізде кейбір салалар, мысалы, цифрландыру саласынан енді жұмыс үрдісі әлімге дейін кенжелеп келе жатқан себебі, өйткені жүйені жасанды интеллектіні ондай сүйеге кіргізу өте қиын. Мысалы, бизнес саласында болатын болсақ, мысалы, өнеркәсіп саласында өнеркәсіп саласындағы адамдар өте дәстүрлі немен алынған, өйткені жасанды интеллект енді ғана кіріп келе жатыр. Сондықтан да жасанды интеллект әлімге дейін кіру үшін бізге әлімге дейін бір 5-6 жыл немесе ары қаратай 10 жылда керек. Бизнестағы адамдар олар қаржысын, олар сенетін жүйеге ғана ақша бөлінеді. И екіншіден зат ол қаржы. Жасанды интеллектті тіркеуде, енгізуде қаржы. Сондықтан да неге роботтандырмайды көп жерде? Көрдіңіз бе? Бізде әлі күнге дейін Қазақстанда жұмыс күші арзан болғандықтан, сондықтан да роботтандыру ондай үлкен оған пайдалы келмейді. Кейбір жерлерде енді алып келеді, қай жерде адамның жұмысы көп талап ететін жерлерде ол роботтандырады. Ал былай егерде жоғары айтып болсаңыз, ол үлкен қаржы, үлкен инвестиция құю керек. Енді қараңыз, жиі мүмкіндік. Жасанды интеллект, жаңа айтсыз ғой, медицина, агросалада адам жұмысының күші көп керек болса, жұмыс күші көп керек болса, осыны роботтандырсақ орын алмастырады деген кейбір елдер, енді Қытай Халық Республикасы адамның қатысуынсыз жұмыс істейтін үлкен зауыттар ашып жатыр, иә? Біз көлік құрастырудан, смартфон құрастырудан, техника шығарудан ақш, Германия, Оңтүстік Корея, Жапония сияқты елдерден ондаған жылдарға алыста қалдық. Екі сұрақ қатар қойған дұрыс шығар, өйткені екеуі бір-бірімен буындасып тұр, сабақтасып. Бірінші сұрағым, жасанды интеллекттің көмегімен біз сол елдерді қуып жете аламыз ба? Баланың сұрағы сияқты болуы мүмкін. Өйткені бұл баланың сұрақ сияқты болуы мүмкін, бірақ дегенмен оның ар жағында деталь бар. Мысалға, бір ғана ғылыми жаңалықпен әлемді озып кеткен мемлекеттер бар ғой. Келісесіз ба? Келісем. Мысалға, Huawei жасанды интеллекттің арқасында технологиялық революция жасады ғой. Жасады. Тато, Үндістан компаниясы, жеңіл өнеркәсіпті арзан бағада сапалы өнім өндіруде, мысалға, үндістандық компания.
ол да былайша айтқан кезде үлкен жаңалық болды. Тесла жаңалық па? Жаңалық. Осы сияқты бізде бір фишка дейікші, осындай ойлап тапсақ. Мен сенем, ол өте мүмкін. Қазіргі жасанды интеллект заманында сіз нарықта тұрып, осы нарық әрқашан менікі болады. Осы сияқты мен қазір енді доминировать тұрмын. Енді нарық менің қолымнан ешқайда кетпейді деген әңгіме, ол өте енді бәріміз білеміз ғой, Nokia мен не болғаншы. Nokia жоқ болып кетті ғой. Арасында енді мен көп айтпаймын, қазіргі заманда ондай мүмкін емес. Қазіргі заманда болмайтын ел, кішкентай ел, енді бір жаңалықпен олар барлық затты басып мүмкін. Енді қазіргі кезде Қазақстанда қараңыз, егерде жай ғана мысал, SpaceX депші. SpaceX-тің ол SpaceX 10 жылдың ішінде алдыңғы біз енді Совет үкіметі болды, ақш болды, олар 50 жыл, 60 жыл жасаған жұмысты олар 5-6 жылдың ішінде бітірді. Мүмкін ғой, иә? Былай қарасаңыз, енді rocket science дейді енді. Ең қиын индустрия. 5-6 жылдың ішінде ол бітірді, жасай алды. Жасанды интеллект. Егер де қазір Қазақстанда бізде технократия қарай ұмтылып отырмыз ғой. Егер де біз қазір дұрыстап кадр даярлау немесе жақсы бір мақсат қоятын болсақ, бізде мен таңғалмаймын, Қазақстанда 5-6 жылдың ішінде осындай мықты енді программа немесе компания құрып, алға қарай экономиканы тартып кететін ше. Әбден мүмкін. Қазіргі жасанды интеллект оны үрдістерді ол тездете алады. Қаншалықты біз оған кадр дайындай аламыз? Кішкентай ғана Тайваньда бүкіл енді арал болып, олар TSMC деген. Қазіргі кезде Nvidia, қазіргі кезде бүкіл чиптардың бәрін олар шығарады. Былай қарасаң, дербестігі енді соның арқасында олар дербес болып бай болды. Дербес болғанда енді бірақ Қытай қазір өздері шығарып жатыр ғой чипті. Ол өте енді оңай емес. Әрине, енді сұрақ мынандай. ақш пен Қытайдың мысалға осы сауда бәсекелесінде ең шешуші тетіктің бірі осы Тайваньның чип шығаруы болды ғой. Мысалы көлік шығаруға келген кезде дәл Huawei'ді де мысалға тосырқатып тоқтатып тастаған чип мәселесі болды. Бірақ бұл проблеманы Қытай шешті ғой. Шешті деп айта алмаймыз. Жоқ, әлі шешілген жоқ. Енді қараңыз. Егер ондай шеше алатын болса, неге Қытай осы уақытқа дейін Boeing пен Airbus сияқты ұшақ жасаған жоқ? Неге жасай алмады? Сұрақ бар да. Өйткені бұл оңай емес. Ғылымда, мысалы кейбір ғылымдар, мысалы авиация деймін, мысалы әуе, мысалы немесе ғарыш саласында сіз жасанды интеллект қай жағынан көмектеседі? Жасанды интеллект технология, мысалы кейбір үрдістерді дұрыс шешім қабылдауға соғыты кірісесіз. Енді сіз барлығын тезек беттіңіз ғой. Мысалы сізде бір күнде мысалы мыңдаған процесс жүргізу керекші. Сіз мыңдаған процесс емес, соның ортасында сіз апталап құртпайсыз да, сол мыңдаған процессті бір күнде жасайсыз. Бір күнде жасайсыз, сол бір күннің ішінде сіз жасанды интеллект сізге береді. Осылай, осы нәтиже мүмкін сізге, осы зат мысалы сізге жақсы нәтижеге алып келуі мүмкін депші. Сіз оны тексересіз, көрдіңіз бе? Сіз оны жасанды интеллект сізге кандидатура береді. Сіз оны жасайсыз. Ал мысалы кейбір жерлерде оны тексеру үшін уақыт кетеді. Қытай қазіргі кезде кейбір салаларда мысалы ондай уақытқа, ол басқа сөзбен айтқан кезде ол роскошь оғыныш. Ондай уақыт ол жұмсай алмайды. Сондықтан да кейбір үрдістер, олар ұшақ жасаймыз деді. Олар бір жылда бірақ қана ұшақ салды. Өзінен Кепко, C919 деген өзінің ұшақтар болған. Кезінде Airbus 380-ді алып, 2005 жылдар соны толығымен бітіп шашып, қайтын жинеді. Ол өте ауыр жүйе. Сондықтан да ондай технология, мысалы кейбір технологияларды ондай жасау өте ауыр. Мысалы чип саласында, мысалы чиптің несі бар, перформанс дейді ғой, есептеу қабілеттілігі бар. Кейбіреу болады өте жоғары. Мысалы біреу бар 99%, біреу 98%. 1% көп зат шешіп кетеді, көрдіңіз бе?
оған жету деген ол тауда бүйтіп асып өтумен бірдей де, көрдіңіз бе? Өте ауыр зат. Сондықтан да оны толығымен айтуға болмайды негізі. Толығымен жетті депші. Иә, әрине олар көп істей алатын шығар чип саласында ше. Бірақ чип саласындағы кадрлардың кадр саласы бәрі шешеді. Көрдіңіз бе? Ол соншама уақыт ондай, олар қаншама жылдық сіз енді жасаған зерттеуіңіз ол бекер кетпейді ғой. Ол өзінің несін береді, мүмкіндік береді. Сондықтан да мен Қазақстанның қазір енді алып баратқан енді технократия саласында Қазақстан қазір жасанды интеллектке бөліп жатқан себебі, жасанды интеллект бұл салада енді қатты өнім жасайтын болсаңыз, ол ұзақ уақыт алады. А жасанды интеллектте егер сіз өнім жасайтын болсаңыз, ол тез кетеді. Мысалы Higgsfield AI видео генерация видео генерация немесе там басқа да бізде не бар ғой, стартаптар бар ғой. Олар видео регистрация, видео генерация, немесе басқа да мысалы CRM компаниялар бар, мысалы бизнес жүйелерді тез етеді, көрдіңіз бе? Сондай компаниялар, олар қысқа уақыттың ішінде үлкен пайда алып келе алады. Higgsfield деген компанияны көрерменге түсіндіріп өтейік. Бұл енді өзіміздің қаракөз азаматтарымыз, қазақстандық азаматтар ойлап тапқан стартап жоба етін басында. Содан кейін бұл видео генерация, яғни сіз бір фотоңызды жүктесеңіз, сол фотодан видео түсіріп, керемет енді былайша айтқан кезде, керемет технология, жаңа технология, видео монтаж бар оның ішінде. Соны негізі үлкен әлемдік алпауыт компаниялар мысалға жарнамаларында қолданып жатыр. Біраз танымал актерлар, Голливуд актерлары да қолданды. Қазір Мета компаниясының былайша айтқан кезде директоры Цукерберг $1 миллиард сатып алмақшы болды. Осы Higgsfield'ті біздің жігіттер сатпай қойды. Осы жерде бір сұрақ туады негізі. Бизнесті коммерцияландыру, ғылымды коммерцияландыру деген сұрақ. Мысалға Higgsfield тай басқан кезде ешкім сенген жоқ. Егер шындап келген кезде біздегі мынау миллиардерлер бар ғой, Құлыбаев, Өтемұратов деген сияқты жігіттер. Солар құйса, оларда сол миллиардтап табыс табатын еді ғой, дәл осы Higgsfield'тан болсын, мысалы. Неге біздің ғылымға бизнес сенбейді? Келсіз ба? Келсем, Бизнес сенбейді, инвестиция құйғысы келмейді. Мысалға сіздер Назарбаев университетінде кәдімгі ұлтарақ ойлап таптыңыздар. Соған қытайлық инвесторлар келіп жатыр деп естідік. Бұл қалай, бұл не, біз өзіміздің іргемізде тұрып соны көрмейміз ба? Енді бір жағынан айтайын, бизнес саласынан айтайын. Бизнес саласынан, бізде бизнес саласында көп бизнесмендер шикізатты сатып пайда көрген бизнесменнің ойлауы осындай өнім жасап сататын бизнесменнен енді әлдеқайда басқа. Сондықтан да бізде ондай бизнесмендер өте аз деп айтсам болады. Өйткені мен одан басқа да қаншама өнімдер шығардық, біз оны бардық, ұсындық. Сондықтан да мүмкін бізде Қазақстанда әлі сол салаға біз әлі жетпеген шығармыз. Мүмкін ғалымдардың да бар. Өйткені біз ондай үлкен өнім шығаратын бізде ғылым. Енді ғылымдағы өнім дейді ғой, диптек дейді. Ғылымдағы өнімді ақырын нарыққа дейін алып келу, ол жылдар кетеді. Жылдар кетеді. Роботтар ең басында жасалған кезде, енді бірінші роботтар олар 50-ші жылдар басталған. 50-ші жылдар басталып, 70-ші жыл ғана кірді. 70-ші жыл ғана 20 жыл соны зерттеуден келіп 20 жыл бойы зерттелді, көрдіңіз бе? Бірінші. Енді бізде енді Қазақстанда енді қазір әрине жасанды интеллект бойынша енді біз енді қазір үрдістен тездетті ғой. Соның өзінде де ол бизнесқа алып келу үшін бизнесмен адамдар, олар ақшасынан бүйтіп айырылам деп ойлайтын адамдар емес, олар пайда көремін дейтін адамдар. Көрдіңіз бе? Сондықтан да бізге ғылыми сала, мысалы, біз оны талай ғалымдар көтерген болатын. Бізде ғылым тек қана 3 жыл ғана беріледі. Мысалы, сіз жобаны ұтып аласыз ғой. Сол ғылымды сіз оны 3 жыл ғана жасай аласыз да, оғанға дейін сіз ары қаратай сіз оны дамыта алмайсыз. Жақсы нақты өнім үшін кем дегенде 5-6 жыл керек. 10 жыл. Енді 10 жыл енді кем дегенде ғой. Енді 10 жыл, егер де ол дәрі фармация саласы болатын болса, оған 20 жыл кетеді. Кем дегенде. Сондықтан да біз бұны айтып отырған Нобель сыйлығы тек жаңа ғылыми жаңалық жүзеге асқаннан, өнімшең болғаннан кейін 10 жылдан кейін ғана беріледі ғой.
10-20 жыл десек те болады. Өйткені Джоффри Хинтон кезінде оны 30 жыл ма 40 жыл бұрын ашқан затқа енді ғана алды ғой. Жасанды интеллектке. Жасанды интеллекттің Нобельді алдыңғы жылы ғана алды ғой. Оның алдында 60 жыл ашты емес пе? Иә, 60 жылдары оны ашылған болатын. Оның алдында да ашылған болатын жасанды интеллект. Жасанды интеллект ол жаңа зат емес негізі. Иә, баяғыда бар. Иә, баяғыда бар. Ол тек қана технология мүмкін бергеннен кейін ғана осылай шықты да. Мүмкіндік бар енді технология, соның арқасында шықты. Сонымен бизнес сенбейді. Екіншіден, енді мен айтқым келгені, Яғни сіздің айтқыңыз келген филантроптар кішкене аздау. Біздің авантюристер да. авантюристер. Мысалы, Илон Маск дейікші. Илон Маск ол филантроп. Ол сондай заттарға ол бізде жоқ демеймін, бізде де бар. Бізде талай стартаптарды өстіп қолдап нарыққа, әлемдік нарыққа шығарып жатқан, мысалы бізде бизнесмендер бар. Шикізатпен байыған бизнесмендер ғылымға сенбейді дейсіз ба? Иә, шикізатпен байыған ғылымға сенбейді. Өйткені бизнес ол бүгін құйды, бір айдан кейін уже пайда күту мүмкін. Бізге тағы бір сұрақ қойын енді. Биыл 124 жыл болыпты Нобель сыйлығын беріліп жатқанда. Енді ғылымда, химия, биология, физика саласында бейбітшілік үшін қосқан үлес үшін азаматтарға осы ең ғылымдағы ең жоғарғы марапат қой. Мыңнан астам азамат алған екен. Ол алған адамдардың тарих есімі алтын әріппен тарихта қалады ғылым саласында. Сол азаматтардың арқасында біз енді былай айтқан кезде ғылымда революция жасаған, төңкеріс жасаған азаматтардың арқасында бүгінгі мына технологиялық заманда өмір сүріп отырмыз ғой. Бізде ғалымдар болмады емес, болды. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев сияқты ғалымдарымыз. Өндіріспен кәдімгі ғылымды байланыстырған. Шын ғой, рас. Рас. Кезінде сол кісілердің заманында саясат дұрыс болғанда бәлкім алар ма еді ол кісілер Нобель сыйлығын. Сұрайын дегенім, орталық Азияда бірде-бір азаматқа Нобель сыйлығы берілмепті. Осы уақытқа дейін, қазір егер қателеспесем, Жапония бір жылда 250 миллиард бөледі ғылымға. Жапон елі. Біз 0,14%. Енді бізде 0,16%. Бізден 0,16%. Жапония жалпы ішкі өнімнің 2% мен 3% арасында ғылымға бөледі. Соншама жылдар бойы Жапония бөліп, соның өзінде Жапония тек қана 18 адам ғана ма, сондай Нобель алған болатыншы. Көрдіңіз? Нобель лауреатын шығару үшін сіз енді ел ол миллиардтаған қаржыны құю керек ғылымға. Ғылымға құю керек. Ол жерде саясат бар дейсіз ба? Жоқ, ол жақта саясат деген кезде. Енді ол жақта саясат бар ғой, бірақ бәрібір де ол қаржыға тіреледі. Ғылым ол тек қана бір ақ зат қана емес қой. Ғылым деген ғылымның нар жағы жаман. Ғылым бөлініп қалатын кездер болды. Біздің Қазақстанда ғылым бөлінген кез болды. 90 жылдар бізде көп ғалымдар кетіп қалды да. Соны шәкірт беру, мысалы жүйесі, шәкірт дегенде даярлау жүйесі, кадрлар даярлау жүйесі бізде үзіліп қалды сол кезде. Сол кезде үзіліп қалған себебінде ол көп деген компетенция сол кезде кетіп қалады. Сіз ол компетенцияны біз оны қаншама ондаған, қаншама жүздеген жылдар бойы көтерілген зат емес болшы. Жапония ондайды әлі жоғалтқан жоқ. Ол қашан алып келе жатыр, қаншама жыл бойы оқытып келе жатқан заты, ол ондай ешқашан бөлген емес, көрдіңіз бе? Ол компетенция, ол аккумуляция эффектін береді ғой. Жиналып, ең соңында он Нобель сыйлығын алатындай өзі ғалым шығарылады, көрдіңіз бе? Біз енді басқа сөзмен айтқан кезде, бізде әлі ондай мектеп әлі даярланған жоқ Қазақстанда. Ғылымға деген әлі де бөлінген қаржы да аздау, және осындай Қазақстан сияқты потенциал жоғары елге, мысалы Назарбаев сияқты университет, ол бір университет, ол аз. Бізге кем дегенде 5-6 керек. Ана ғылымды көтеріп, қазір өзінде жаман емес, Қазақстан енді Орта Азия және Кавказ елдерінің арасында біз ғылым саласында университетіміз бірінші орында. Ол енді рас. Шын ғылым келатыр, даярлап келатыр, бірақ бізге анау
батыс елдерін немесе дамыған елдердің деңгейіне жету үшін бізге де әлі талай жылдар кетеді. Біз талай жылдар бойы кадрлар дайындап, мен сенемін Қазақстаннан шығады дегенге ше. Қазақстаннан мен ойлаймын осы алдағы бір 20-30 жылдың ішінде Қазақстаннан шығады. Қаншама енді даярлап келе жатырмыз ғой. Қазақстаннан мықты енді Нобель сыйлығын алатын, даярлайтын сондай кадрды сыйлық алатын маман шығады дегенге мен өз басым сенемін. Маккинзи деген білесіз қой, иә? Білемін. Компанияның зерттеуі бойынша жасанды интеллектінің әсер деген дұрыс па, кесірінен деген дұрыс шығар. Алдағы уақытта 400 миллион адам жұмыс орнынан айырылуы мүмкін екен. Бар болса, азар болса 97 миллион сол уақыттың өлшемінде жұмыс орны ашылмақ. Мен айтайын деген, біз енді қазір сізде бізде 40-тың ауылына жақындап келе жатырмыз ғой енді. 10 жылдан кейін, 15 жылдан кейін орта жасқа дейді ғой қазақ, енді орта жастан асқан кезде жаңа мамандық игеруге біздің қауқарымыз жете ме? Бір. Екінші сұрақ. Байқасаңыз, біз екі сұрақтан қойып кетіп жатырмыз. Екінші сұрақ, мынау бұрын сауатсыз деп біз кімдерді айтатын едік? Бұрын сауатсыз деп біз әріп танымайтын адамды сауатсыз дейтіміз ғой енді. Жаңа білімі жоқ деген сияқты. Ал қазір сауатсыз деп жаңа заманда жаңа бір кәсіпті игере алмай қалған адамдарды, тіл үйренбегенде лық-ұдай жаңарып отыруымыз керек дейміз ғой. Біздің заманның адамы алдағы уақытта 5-10 жылда неге дайын болу керек? Осы сұрақпен аяқтағанды дұрыс шығар сұхбат. Біраз жерге бар. Жақсы сұрақ. Енді қараңыз, жұмыссыздық туралы жауап берейін. Біз енді жасаған кезде робототехникада біз енді айтатынбыз, бір жылдан андай болған, біз енді бір заводқа бардық. Айтпай қойын аты қандай екен. Заводқа бардық. Сол кезде заводқа барған кезде енді роботтандыру керек болды шу. Өйткені ана қарасақ енді өте қауіпті жұмыс, роботтандырылмаған. Адамдар сол қарапайым енді қауіпті жұмыстарды жасап жатыр. Енді ол жұмыста енді үлкен қауіп қатермен өте байланысты жұмыс болды. Сондықтан да біз адамдар ауырмасын, етпесін деп, соның орындарына роботты қойдық деді. Сол кезде ана адамдар тіпті өздерінің жұмыстарына бейтіп жабысып отырған адамдар енді ауылдық жердің адамдар сол кезде басқа сөзбен айтқан кезде бізді қуып шықты ғой. Сендер біздің жұмысымызды тартып аласыңдар деп. Иә, ондай қауіп қатер бар. Бірақ мен парадокс мынандай, бір жұмыс кетсе, оның орнына почти екі жұмыс келеді. Ол сондай. Діндегідей айтты. Бір ауырып алып келсе, артынан жеңілдік келеді деген сияқты. Енді қараңыз, бұрында, мысалы, қазір кезде қарасаңыз, жаңа деген мамандықтар пайда болды. Адам сояқтан көп. Бұрында UX дизайнер дегендер, мобилографтар дегендер керек емес болған. Ондай мамандықты да естігенде жоқпыз бұрын. SMM менеджер дегендер. Енді ондай заттар болған жоқ қой, көрдіңіз. Технология дамыды, олар пайда болды. Креативті менеджер. Креативті менеджерлер, контент менеджерлар дегендер пайда болып кетті. Соны білмейсіз деп кетті. Осыдан 10 жыл бұрын, мен мысалы 20 жыл бұрын айтсақ, енді ондай адамдарды мен ойламас едімші. Қазір кезде біз енді үйде бізде бәрі автоматтандырылған. Робот пылесос үй жинайды, автомат бізде кір жуады. Ондай жұмыс жоқ. Кезінде мен шешем екеуміз кір жуатымыз, әр дүйсенбі сенбі күні біз суды қыздырып жуатымыз, көрдіңіз бе, қолмен. Қазір ол бос уақытты, енді қазір енді уақыт босады, бірақ жұмыс азайған жоқ қой. Уақыт босады, адамдар қазір айтады. Енді осы заманда қазір креатив жоқ адам ол санаусыз деп саналады. Сауатсыз адам деп саналады. Сондықтан да жасанды интеллект енді толығымен бүйтіп жұмыссыздық, әрине жұмыссыздықты алады. Қазір кезде жасанды интеллект бірінші енді басқа сөзден кесірін тигізетін мамандықтар, ол қай мамандық? Интеллектуал, енді ана сөз бар ғой, екі қалжың бар ғой. Сенің жұмысың интеллектпен байланысты ма десе, иә десе, онда сені жасанды интеллект замена етеді. Егер де интеллектпен байланысты болмаса, онда жасамайды дегенше. Ол қандай мамандықтар интеллектпен байланысты? Математиктер, экономистер, қаржы саласындағы, тіпті кейбір мұғалімдер. Ол енді мұғалімдер айтады ғой, жоқ, қалай мұғалімді ауыстыруға болады депші. Қазір кезде былай айтайын, менің шәкірттерім көбісі ChatGPT-мен оқып отыр. Ол рас.
қазіргі өсіп жатқан буын, олар кейбіреуіне тіпті мұғалім де керек емес. Керек затын олар ютубпен немесе ChatGPT-мен үйреніп алады. ChatGPT кәдімгідей оларға тіпті математиканы түсіндіріп береді. Математиканы енді оңай тілмен түсіндіріп берші десе, ChatGPT оған оңай тілмен түсіндіріп бере алады. Ол рас. Енді мынандай зат мәселе. Қазіргі кезде біз көріп отқан мына жасанды интеллекттің арасында тұрған хайп, ол бір уақытта өтеді. Сіз қай хайпты айтып тұрсыз? Хайп көп қой өзі. Жасанды интеллект жиімен байланысты, жасанды интеллектпен байланысты. Ойбай, мынаны жасанды интеллект сатып, мына суретті жасанды интеллект сатып, бәрі енді соған бәрі қазір жатып жатыр ғой. Ойбай, керемет. Бір мезетте мынандай болды. Тіпті қазір YouTube қазір алып тастады. Жасанды интеллектпен егер контент жасайтын болсаңыз, оған ақша алмайсыз. 100 миллион жинаңыз, 200 миллион жинаңыз, оған сіз қаржы алмайсыз. Скан жасасаңыз? Контент жасасаңыз. Жасанды интеллект. Жасанды интеллектпен контент жасайтын болсаңыз, мысалы, видео жасайтын болсаңыз, мысалы, видео немесе музыка, қазір тіпті музыканы да жасауға болады. Соны жасайтын болсаңыз, жасанды интеллектпен, оған сіз уже монетаризация ала алмайсыз, қаржы ала алмайсыз. Бір мезетте осыдан біраз өтсін уақыт. Кішкене бәрі тынышталғаннан кейін жұрттар жасанды интеллекттен жүрек айнып бастайды. Медиа гиганттардың өзі белгілі бір қарсылық көрсетіп отыр ғой, яғни. Сіз айтасыз, қазір кезде айтады отыр, ой, натуральный болған дұрыс деп. Натуральный чик депші. Адамның, соған келеді. Қазір айтады, наны адам жазған көрдіңіз. Соған қайтан. Рас. Өйткені басында алғашқы толқын кезінде, шынын айту керек, қазір енді редакторлардың өзінің жиымен жазған мәтінін бірден біліп қоятын күйге жеттік. Өйткені сезім жоқ. Эмоция жоқ. Мәтінде эмоция болады ғой, мысалға. Бірақ енді бұл жиының біз қабілетін төмендету мақсатында емес, кез келген адамның қолтаңбасы болады. Жи бәрібір ол қолтаңбаны қайталамайды екен, біз байқағанымыз. Жасанды интеллекті қазір енді тым асыра айтып отыр ғой, ойбай жиын. Барлық жерге барлық жерге ол жарай бермейтін зат, ол негізі. Мысалы, бізде қазір кезде ойбай болмайтын жерге жиды қосып отыр ғой. Мысалы, пышақпен кесетін жерде балтамен шауып отыр да. Солай отыр ғой, керек емес зат қой, керек емес жерге жасанды интеллектіні қосуды керек емес. Мынандай сұрақ қояйықшы. Мысалға, қазір досының орнын ауыстырып жатыр кейбір адамдар жиымен. Кәдімгі сұхбаттасады. Психологтың орнын алмастырып жатыр. Байқаған шығарсыз оны? Байқадым. Әсіресе қалалықтардың арасында өте көп. Тіпті жаңағы бір сауалнама жүріп жатыр. Жиіге қандай сұрақ қойдыңыз, бүгін соңғы сұрағыңыз қандай деген. Сөйтсе, кешіріңіз, мен жеке өміріме қатысты сауал қойып едім, мен психолог ретінде оны қатты сенем деген мысалға. Сонымен де ой пайда болды. Енді кәдімгі психолог маманды қалай жиі ауыстыру мүмкін деген сияқты. Ол иллюзия ғой. Осы туралы мен жақында конференцияда болғам. Сол кезде жасанды интеллектте эмпатия бар ма жоқ па дегенді айтты ғой. Сол кезде жасанды интеллектте ешқашан эмпатия болуы мүмкін емес. Ол тек қана қазіргі енді бізде психолог ретінде сөйлесіп жатқан зат. Ол адам неге сенеді, соны іздейді ғой. Жасанды интеллект ол сіз енді жазған кезде мынандай зат бар. Ана паттерн дейді ғой, іздейді ғой. Сіз қандай сұрақ қоясыз, сұрақтың несін түсініп отырады да. Сұраққа мысалы адам сұрақ қоятын болса, сіз оның ниетін білесіз ғой примерно. Жасанды интеллект ол соны анализға лақтырады, көрдіңіз бе? Ниеті. Егер мынандай сұрақ қоятын болса, ол мынаны ескісіп тұр деп, көрдіңіз бе? Ол алгоритм, оның арасында ешқандай не жоқ, ол эмпатияға соған беріледі, көрдіңіз бе? Жасанды интеллект ол адам өзінің қолданушы. Жұмыстан шықпаған адамдар бар. Осыны ескерген. Соны алып есептеп келген кезде ол арасында артында оның ешқандай зат жоқ. Қандай сұрақтар берді, мысалы қандай сұрақтар, соған байланысты ол анализ етеді. Тура ол сіз телефонда ғой, мысалы қандай сұрақ сөйлейсіз, мысалы қандай заттар сөйлейсіз, соған байланысты сізге мысалы телефоныңызға мысалы Каспидан не келеді. Наны сатып алыңыз депші. Немесе инстаграмыңызда неше түрлі реклама пайда болады. Мысалы денсаулық сақтайтын болсаңыз, неше түрлі клиниканың рекламасы түседі, көрдіңіз бе? Егер де айтатын болсаңыз, бәрібір телефон алу керек десе, телефонның рекламасы келеді, көрдіңіз. Ол тура сол сияқты. Ол жасанды интеллект, ол сондай адамды алады да, бумеранг дейді, ондай жатшы. Сіз жауап беріңіз, сұрақтарды қойдыңыз, ол алады да, бәрін алады да, бүйтіп өңдеп, өңдеп, сізге соны ақпаратты, как будто ол үлкен затты бүйтіп сізді түсініп қойғандай айтады да. Адамның жанына қатысты мәселелер, руханиятқа қатысты мәселелерде енді жасанды
яғни жасанды деген сөз айтып тұр ғой, жасанды қолдан жасалған емес, нақты жаңағы натуралды деп отырсыз ғой өзіңіз. Шын маманына барып сұрау керек қой, әйтпесе шынымен де артта үлкен өкінішке апарып соғуы мүмкін ғой. Иә, әрине. Ол мынау уақыт қана. Біраз уақыттан кейін халық бар ғой, жасанды интеллектің жүрегі айнып бастайды. Тек қана жұмысқа ғана қолдана бастайды да, мысалы. Уақытын қысқарту мақсатында. Иә, уақытын қысқарту мақсатында. Әйтпесе компьютерге оны араластырмайды. Сіз Жапонияда білім алдыңыз. Қанша жыл өмір сүрдіңіз Жапонияда? 5 жыл. 5 жыл өмір сүрдіңіз. Одан кейін де барып тұрдыңыз ғой? Иә, бардым. Жапония сізді неге үйретті? Мысалы, енді ең басты мен үйреткен себебі Жапон елінде мен былай ойладым. Оларда 2 атом бомба шығарылды ғой. Ендеше 2 атом бомба шығарылғаннан кейін жапондар мен әйелде тұрмаймын, кетемін деген жапонды көрген жоқпыз. Мен де соны ойладым да, бізде енді қазақстанда айтамын, кішкене қиындық болып қалса, ойбай, әйелде болашақ жоқ, басқа елге бала шағамызбен иммиграция көшіп кетейік дегенші. Соны мен ойладым да, жапондар сондай бомба жарылып, 2 рет дүниежүзілік соғыстан жеңіліп, сондай қиын заманнан өтіп, қаншама аштық нені өтіп, соны қалып, соның бәріне шыдамдылығын соған төзіп, қазір сондай ел салды да енді. Ел құрды ғой қазір, бәрі Жапонияға қарап тамсанады. Аралдың үстінде ешқандай пайдалы қазбалары жоқ. Сонымен ойладым да, мен де өзімді тәрбиелегем, неге мен осындай елден кетуім керекпімш? Иә, қиыншылық болады. Қиыншылық болады, неге болмайды? Ол өмірдің заңы. Біз енді, мен өзімнің кейбір араласқан достарым айтамын да, кейбір бізде кішкене анау болмайды, мынау болмайды, андай кету керек, мындай кету керек деп кейбір кадрлар айтамын ғой. Иә, әрине сен ол жаққа барасың, сен ол жақта оны өзіңдей қарсы алмайды ғой. Ол елің емес, өзіңнің жерің емес. Сондықтан мен жапондарға таң қалғаным, қанша қиыншылық болса да, болмаса да, өз елін алып, өз елінің енді дамуына жұмыс істеді. Енді қаншама енді теңсіздік, қаншама қиын заттар болды ғой енді Жапонияда. Ол енді өтірік емес. Ол жақта да бәрі бірден жақсы болып кеткен жоқ қой. Қаншама жылдар бойы жапондықтар өзін қазіргі үлкен пенсияға шығып жатқан буын өзін қаншама жыл бойы қанап, жұмысқа салып, қазіргі кезде біздің бала шағамыз, қазіргі жас буын жақсы өмір сүрсін деп осындай ел тастады. Енді менде сұрақ, неге мен кетуім керекпін? Енді сонда мен бала шағам сол жақта қаңғып жүру керек пе, сонда иммигрант болып? Неге мен соны кетемін? Мен сол өзіме сөз бердім, қандай қиыншылық не болса да. Иә, әрине мен барам, бірақ мен білім үшін барамшы. Мен сондықтан да мен өте маған қатты ұнағаны сүйгіштік қой. Иә, Саясат Нұрбековичтің сөзі бар ғой, президентке айтқан кезде біздің энергияны пайдаланыңыз деді. Соған барын салып отыр ғой. Барын салып отыр. И неге мен де салмасқа? Мен де салам. Қазір кезде көп жерде мен қазір сыртқа да шығам, көп жерде тегін оқимын лекцияларды. Тегін оқимын, көп жерде ондай егерде лекция оқу, егерде балалар даярлау дейтін болса, мен ондайға бірден келсем. Мүмкін басқа жерде мен тойда неден мен отказ бердім. Шын айтса барым да келмейді ондай жерге. Егерде лекцияға неге шақыратын болса, балалар істі күтіп отыр дейтін болса, мен ондайға бірдей барамын. Иә, оны байқадым мен. Бірақ енді осы жаңағы тегін дегеннен шығады. Біздегі ғалымдардың өздерінің танымалдылық үшін жұмыс істеуіне қатысты, коммуникациясына қатысты қандай пікір білдірер едіңіз? Біздегі ғалымдарға қарағанда коучтар, жаңағы ойлайықшы, шетелде қанша жыл оқып келесіз, намыс қой негізі. Сізге қарағанда айдаладағы бір коучтың, бизнес тренердің дейікші, ешқандай артында бизнесі жоқ, инфо-цығанның танымалдылығы жоғарыда. Қазір неге біздің жастардың арасында Асқар Жұмаділдаевтар жоқ? Иә, қиын зат. Мысалы, Тесла кім? Илон Маск алайықшы. Илон Маск сұхбат берген жақсы көреді. Және көп сұхбат береді. Бізде жиі сұхбат беретін ғалымдарды да көрмейміз. Өздерінше әйтеуір бір сол баяғы сол кеңес одағының кезіндегідей зертханада қамалып отырған жақсы көретін сияқты. Әлде сол грантын албай игерудің қамы ма бұл? Бізде, иә, мысалы Жапонда тұрған кезде оларда не бар, жоспар бойынша мен қанша қарадым, ана NHK деген канал бар ғой,
ана Жапонияның ең басты каналы сол. Сол каналында әрқашанда күнде былай қарасаң бір ғалымды алады да, сол ғалым бойынша мысалы ойбай ана грипп сезоны болып отыр ғой, ойбай ана тұмау болып отыр, тұмаудың сезоны басталды, содан қалай қорғау керек, сол ғалымнан келіп сұрайды да, көрдіңіз бе? Ғылым енді ана университетте, оның университет лабораториясында мынандай саған, мынандай саған, көрдіңіз бе? Ана ғылымды насихаттау жақсы қойылған. Бізде әлі күнге дейін енді насихатты бізде өте кішкене нашар. Алдында мен неге бардым, сол кезде тағы бір интервьюға шақырды, сол кезде барсам, енді мен қасымда спортсмендер болды, и және басқа да енді мықты ғалымдар қасымда отырды. Сол кезде ана ғалымдар емес, ана спортсмендерге бәрінің көңілді. Көрдіңіз бе? Сондықтан да қазіргі кезде сіз кез келген баланы сұрайтын болсаңыз, Қазақстанның қандай атақты спортсмен білетін болсаңыз, ол кәдімгі айтып береді сізге. Ол біраз айтып береді сізге, 10 шақты көп біраз айтады, бір ғалымды айта алмайды. Ол енді біздің енді қоғамның мүмкін ойлаймын қоғамда қойылған приоритет шығар. Енді ол уақыт өте келе өзгереді. Былай мен сенемін, былай өмір өзгереді бәрібір де. Өйткені ата-ана бар, не бар көрді, мен сенбеймін, былай жүре береміз деп айтпаймыншы. Дәл осы позитивті көңіл күйде сұхбатымызды аяқтасақ. Рахмет қымбатты көрермен, бізде студиямызда жас ғалым, енді бізде енді жас мөлшері 35 жасқа дейінге, сондықтан жас ғалым деп айтсақ болатын шығар. 40-қа дейін деді ғой жас ғалым. Назарбаев университетінің постдокторанты Азамат Ешмұхамбетов. Азамат мырза, сұхбат бергеніңізге мыңда бір рахмет етеміз. Мұхтар Мағауин адамды адам қылатын бұл еңбек, машық, бап деп айтқан, баппен бірге бақ келеді дейді. Сондықтан ғылымға, ғылым жолында еңбектенейік, машығымыз табамыз, сонымен бірге бабымыз келеді, ал баппен бірге бағымыз жанат деген келеді. Сау болыңыздар. Эфирде ұстаған Ерқанат Көпжасар, көп жасайық. Рахмет сізге.